Ассалаумағалейкум, автосүйер қауым. Назарларыңызда Шымкент қаласындағы Жұман автокөлік базары. Hyundai 2021 бізге алды 8 миллион теңге дейді. Пробег 35 мың. Толығырақ осы қалдырған нөмірден біле аласыздар. Құрметті көрермендер, каналға тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Lada Vesta 2022 жылғы 1.8 куб деп қойыпты. Вариант бар. Бағасы 7 миллион 600 мың теңге. 1.8 болатын бет болар. Chevrolet Malibu 2022 жылғы 1.5 автомат. Бағасы 12 миллион теңге дейді. Саудасы бар. Lada Priora 2012 жылғы 1.6 2 миллион 800 мың теңге сұрап тұр. Хэтчбек. Простой 14 штамп дискіде. Toyota Camry 25 2001 жылғы объем 2.2 автомат, бағасы 5 миллион. Келісеміз дейді, договоримся деп қойыпты. Саудасы бар. Toyota Camry 30 2004 жылғы объем 2.4 автомат, бағасы 4 миллион 800 мың теңге. Құрметті көрермендер, каналға тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Келесіде қандай автокөліктер түсірейін, қандай автокөліктердің бағасы қызық, жаза кетіңіздер. Audi 80 91 жылғы объем 2 куб механика, бағасы 2 миллион теңге сұрап тұр. Саудасы бар. BMW Capla 2002 жылғы 3 литр автомат, бағасы 6 миллион 200 мың теңге. Универсал.
Mercedes Ешка 93 жылғы, объем 3.2, бағасы 3 миллион теңге, механика. Priora Universal 2012 жылы 1.6, бағасы 1 миллион 950 мың теңге, саудасы бар. Nexia 2 2014 жылғы 1.5 механика, бағасы 2 миллион теңге сұрап тұр. Люкс комплектацияда, саудасы бар. Келесі Nexia 2 2012 жылғы, бағасы 1 миллион 850 мың теңге, саудасы бар. Chevrolet R3 2021 жылы 1.5 механика 85 мың пробегпен, бағасы 4 миллион 500 мың теңге, бірінші хозяин. Nexia 2 2012 жылғы 1.5, бағасы 1 миллион 900 мың теңге сұрап тұр, саудасы бар. Толығырақ телефон 8777 414 0707 осы нөмірден біле аласыздар. Toyota Camry 40 2006 жылғы, объем 2.4, автомат, бағасы 5 миллион 800 мың теңге, саудасы бар.
Kia Rio 2012 жылғы 4,5 миллион теңгеден, объем 1.4 автомат, 161 мың пробегпен саудасы бар. Chevrolet Lacetti 2011 жылғы, объем 1.6, механика, бағасы 3 миллион 300 мың теңге саудасы бар. Nexia 2 2013 жылғы 1.5, бағасы 2 миллион 750 мың теңге, 208 мың пробегпен саудасы бар. Люкс комплектацияда, 15-тік простой диск. Hyundai Accent 2015 жылғы 1.6, бағасы 5 миллион 300 мың теңге саудасы бар. Hyundai Sonata 2022 жылғы 2 литр автомат, бағасы 12 миллион теңге сұрап тұр. Родной краскада. Chevrolet R3 2021 жылғы 1.5 автомат, родной краскада, 82.200 пробегпен, бағасы 5 миллион 300 мың теңге. Люкс комплектацияда. Chevrolet R3 2021 жылғы, механика, родной краска, родной пробег, пробегі 90 мың дейді, бағасы 4 миллион 800 мың теңге. Салондар таза, химчистікленген. Құрметті көрермендер, каналға тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды.
Mitsubishi 2011 жылғы 2 литр автомат бағасы 5 миллион 500 мың теңге сұрап тұр екен. Саудасы бар, толығырақ осы нөмірден біле аласыздар. Hyundai Sonata 2016 жылғы 2 литр автомат бағасы 7 миллион 500 мың теңге. Пробег 20 мың 500. Саудасы бар. Toyota 35-тік 2005 жылы родной окраскіде 99% дейді. Объем 2.4, бағасы 6 миллион 800 мың теңге. Саудасы бар. Lada Granta 2013 жылғы 1.6 механика бағасы 2 миллион 500 мың теңге. Саудасы бар. Mercedes Luparik 4 миллион теңге дейді. Телефон номері 776 109 3003. Осы нөмірден толығырақ біле аласыздар. Vaz 2114 2005 жылғы 1.5 миллион 200 мың теңге дейді. Келісеміз дейді, саудасы бар. Audi S4 91 жылғы 2.8 бағасы 2 миллион 200 мың теңге.
Audi A6 96 жылғы 2D6 механика. Бағасы 3 миллион 200 мың теңге. Саудасы бар. Етіп қала. Sentra 2014 автомат. Бағасы 4 миллион 400 мың теңге. Toyota 45 2009 жылғы объем 2.5 автомат. Бағасы 6 миллион 700 мың теңге. Саудасы бар. Толығырақ 8708 987 51 57 осы нөмірден біле аласыздар. Құрметті көрермендер, каналға тіркеліп қолдап кетіңіздер.